Dostlar video basılmasam elimizde өте керемет арна, яғни бұл Стелзидің арнасы ұсынамын. Сіз арнасында көріп тұрғандарыңызда 133 подписчик бар екен. Және достар бұл арнада өте сапалы видеостар мен сапалы контентті видеолар шығады. Арнасы тіркеліп 150 подписчик қалыптастайық, ал біз екінші пиямызға кетіп достар тіркелеміз. Досым, бұл Эдон. Эдон өзінің арнасына өте кереметті видеолармен көзге түседі. Жазылса, бұл арнаның ала шапкасы да өте әдемі жазылса. Давайте бұл арнаның 70 подписчикке жеткізіп, тез-тез достар тіркелеміз. Let's go. Тіркелген адамдар барып 10-тіктен келін жазып кетсеңдер қуанып қалады. Ал let's go. Достар алдында мені конкурста отқан, яғни Delfin деген бала. Delfin маған елсе келіп, өзінің 200 теңгелік призында алып кет, бро. Достар, видео басында өте керемет осындай мини-конкурс. Бұл мини-конкурстың призі 200 теңге. Бұл 200 теңгені ұтушысы жай ғана менің аныма 2 аккаунтпен тіркеліп, 2 аккаунтпен лайк басып, және комментке ең көп сонды фотодан ұтады. Сен міндетті түрде тіркеліп конкурсқа қатысыңдар, алыңыз. Хейо, ассалаумағалейкум көпесер. Қауым қалайсыздар достар? Я достар, мен бүгінгі видеода мен сіздерге өте кереметті Қазақстанда ең топ 5 рэп-мейкер адамдарды айтып беретін боламын. Егер сізге осы видео қызық болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басыңыз. Ал мен тоқтамаймын, өзімнің видеома кеттім болса, let's go. Достар, міне бізде өзіміздің өте кереметті видеомызға да келіп жеттік достар. Бүгінгі видеода достар сіздерге мен жаңа видеоның басында айтып кеткендеріңіздей топ 5 ресурспак рэп-мейкер адамдарды айтып беретін боламын. Достар, сіздер осы видео басталмастан бұрын міндетті түрде лайктарыңызды жабыстырып жіберіп, және де лайктарыңызды жабыстырып жіберіп, арнаға тіркеліп, қолдау көрсетіп, коммент жазып отырыңыздар достар. Сонда достар, менің ютубқа видео түсіруге деген мотивациям деген достар просто ауыз болып тұрады достар. Сондықтан сіздер менің МКПден кетпегенімді, МКПен дамытқанымды, және де МКПде болғанымды қаласаңыздар достар, міндетті түрде арнама тіркеліңіз. Достар, достар, енді мен сіздер, яғни бүгіннен бастап мен сіздерге қандай өте кереметті ресурспак рэп-мейкер адамдардың бар екенін сіздерге айтатын боламын. Сіздер осы видеоға міндетті түрде лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп отырыңыздар достар. Так, эй, мұның мағыздан көмет, ей қой. Опа, и айс болды. Ей, сотқа қатып атыр ғой. Опа. Так, достар, енді мен сіздерге, яғни топ 5-ші орынға қойғым келіп отқаны ол Дәуір Бибай. Достар, Дәуір Бибай ол қазіргі таңда өте жасайтын ресурспактары өте көп. Және достар, ол деген көптеген ютуберлерге яғни ресурспак жасап жүрген яғни рэп-мейкер десем де болады. Достар, оның РП-сі кем дегенде 150-200 теңгелік аралығында тұрады. Достар, оның ресурспактары өте әдемі, прям жесткий әдемі десем де болады. Достар, бұл Дәуір Бибай. Осы ресурспактары өте әдемі, сіздер одан сатып алсаңыздар болады достар. Достар, сіздерге енді мен 4-ші орынға қойғым келген рэп-мейкер ол Пончик, Еркебұлан Пончик, яғни Пончик арнасы. Достар, Пончик деген ол деген РП жасаған 1-2 жыл бұрын болды, 1-2 жыл болған. Ол өте әдемі, кәдімгідей анимированный және де өте кереметтер ресурспактар жасай алады. Мен оның ресурспак жасағанын білем, маған да жасап берген. Және де достар, ол РП-ның просто әдемі түрлерінде жасау біледі. Сіздер одан заказ алсаңыздар болады, ол арзанға және де өте сапалы қылып жасап бере алады сіздерге достар. Советую достар, өте әдемі жасайды. Ал достар, біз енді өзіміздің 3-ші рэп-мейкерімізға кетіп достар, сіздерге мен ұсынатын 4-ші, ойбай, 3-ші рэп-мейкерім достар, ол яғни ол Декс. Сәлем мен Декс, жимін мен кекс дейсің ғой достар. Достар, енді ол деген достар өте керемет ресурспактар жасайды. Мен өзім оны көргем. Өте әдемі ресурспактар және өте керемет сапалы жұмыстар жасайды.
Достар, сіздер одан заказ алсаңыздар міндетті түрде өкінбейсіздер, себебі достар, ол деген яғни сіздерге яғни палкаңызға атыңызды жаздырып береді, қылышыңызды жасатып береді достар. Оның достар заказдары өте әдемі және тез жасап бере алады достар. Біз достар осы адамға жазсаңыздар да болады, бұл өте әдемі жасайды достар. Ал енді достар, біз екінші элпмейкерімізге кеттік достар. Let's go. Достар, сіздерге ұсынатын екінші элпмейкер достар, ол өте кереметтей әуіз жұмыстар жасайды және де өте кереметтей сапалы дизайн, сапалы бағамен жасайды. Ол әрине достар Протон. Сіздер Протонды танисыздар, яғни ол ютубер ретінде танисыздар және де элпмейкер ретінде танисыздар. Достар, мен оны неге екінші орынға қойдым десеңіз, достар, оның жасаған жұмыстары деген менің достар көңілімнен шығып, ар жағымнан шығып кеткен болатын достар. Сондықтан мен достар оның кәдімгідей достар жасаған жұмыстарын өзім қатты жақсы көремін. Кәдімгідей соны элпаларды маған деген өте қатты жай достар, ол анимированный стильді және де 16x 26 пикс стилінде жасай алады достар. Мен шатасып жатырмын достар, ренжімеңіздер, тілім шатасып кәдімгідей кетіп жатыр. Достар, яғни достар, енді мен оның яғни жұмыстарын міне көріп тұрсыздар, өте әдемі кәдімгідей достар жынды стилде жасай алады. Ал енді достар, біз өзіміздің соңғы келіп жеткен Қазақстандағы ең мықты элпмейкерімізді айтатын боламыз достар. Ал let's go, кеттік. Достар, мен достар бірінші орынға Қазақстандағы ең атақты қазақ МКП-сінде ең күшті, өте керемет кәдімгідей жынды жасайтын элпмейкер ол Буч. Элдар Буч. Достар, сіздер оны танисыздар, оның каналы да бар және де ол өте кереметтей дизайнер және де өте мықты элпмейкер достар. Мен одан достар неше рет элп алдым, неше рет подписчиктерге алдым. Ол достар өте сапалы және де тез жасап берді достар. Сіздер егер оның қолы бос болса достар, ол деген 30 минуттың ішінде немесе 1 сағаттың ішінде сіздерге смело жасап бере алады деп мен айта аламын достар. Достар, мен сіздерге осындай өте кереметтей видео ұсынған болатынмын. Мен сіздерге міндетті лайктармен басып кетіңіз. Және достар, комментке тағы да қандай өте кереметтей видеолар шығарайын, соны комментке жазуды ұмытпаңыздар достар, себебі бұл маған өте үлкен мотивация достар. Ал сіздермен болған мен Онтик, осы видеоға міндетті лайктар басыңдар, конкурсқа қатысыңдар. Ал давайте достар, let's go. Давайте, пока-пока, чау. Лайк басыңдар, ей.